лицей. Мен 9-шы А сынып оқушысы Әуелқұлова Арай. Мен Бейімбет Майлиннің «Кедейлер» атты өлең жолын алып отырмын. Кедейлер. Сен жыласаң, көзден жасым тамшылар. Сен қуансаң, қайғы шерім аршылар. Айт өлеңді, ен даланы жаңғыртып, қойшы қолаң кеше жүрген малшылар. Қан боп қатқан жаралы еді жүрегің, құрт жегендей кептің, семдің жүдедің. Таң алдында шырт ұйқыда жатқанда, сен жылаушы ең, жүгіруші едің, білемін. Жалба-жұлба ерді салып тұрыңа, бір шаман мал тап болғандай сұрыңа. Кіс-кіс деушең, көзден ұйқын тығылып. Қошығыңды іліп алып қарыңа. Ащы даусың ен даланы күңірентсін, ащы қайғы көңілдегі кір кетсін. Шын қаһарман жұбайынан айырылып, қалқам деген ауру көңілін тербетсін. Келесі Бейімбет Майлиннің шығармасы «Аштық құрбаны». Қар бораны. Қар бораны емес-ау, қан бораны. Қарағым-ау, өзің де білесің. Сені жастайында күйеуге беріп қойып едік. Былтыр күйеуі өлді. Әмеңгерім деп қайнаған қатынсыз не алғысы келеді. Оны естіген мен де, әкем де төбе шашымыз тік тұрып, сені барынша айырып алуға жан салдық. Біздің бар тілегіміз сені теңмен қосып, қызығымды көру болатын. Бірақ Құдай онымызды да қош көрмеген секілді. Бұдан шығудың амалын қарастырмасақ, біздің барлығымыздың өлгеніміз. Барлығымыз өлмей, біріміз ғана өлейік десек, ортамыздан сені құрбан қылғалы отырмыз. Сені сатқалы жатырмыз. Әжетай, мен шынымен пұл болам ба? Мен пұл болып, әжеттеріңе жарасам, сендерді өлімнен алып қалатын болсам, мың жаным болса да қидым әже. Рас айтасың ба қалқам? Рас айтам әже, мен құрбандыққа әзір. Ендеше сені тілеу маған деп тоқалдық қасыған болды. Мал бермей, тек қыстан алып қана шығады. Дәмештің жүрегі мұздай болып, тұла бойы қалтырап қоя берді. Дәмешке таңсықтың ашыққаны батты, сап-сары болып қатып, құр сүйегі қалды. Өлетін болдық. Өлеміз ғой дедік. Өлім ауызға жеңіл болғанмен